Бұл оқиғаның болған болмағанын ешкім білмейді. Баяғыда бір тышқан болыпты. Кәдімгі тышқан. Жылтыраған көзі, мұрты мен құлағы, тырбиған 4 аяғы мен ұзын құйрығы бар. Өздерін күнде көріп жүрген тышқан сияқты бір тышқан болыпты. Тышқанның өзі қазып алған іні болыпты. Тышқан өзінің інін шешейдей ұрлап алған жүнмен жұмсақ болсын деп көркемдеп қойыпты. Тышқан өзінің інін шешейден ұрлап алған жүнмен жұмсақ болсын деп көркемдеп қойыпты. Оның ұрланған бидайлар мен орманнан алып келген жаңғақтар мен жеміс-жидектерге толған қоймасы да бар екен. Бір күні тышқанның үйінде кішкене тышқан өмірге келіпті. Тышқан, ұл тудым, көрші, ұл тудым деп жүрегі жарыла қуаныпты. Тышқанға құтты болсын айтып көршілері келіпті. Олардың кейбіреуі сұрыпталған бидай, кейбіреуі қайың жаңғақтарын, кейбіреуі кәмшат жаңғақтарын, ештеңесі жоқтары нанның қиқымын алып келіп, шашу шашыпты. Тышқан өзінің жыртық көз баласын өте жақсы көріпті. Осетин халқының мақалы, құрбақаның баласы құрбақаға ай көрінер деген емес пе? Тышқанда өзінің баласынан өткен сұлу жоқ деп ойлапты. Тышқан ана өзінің баласынан бір қадам алыс кетпепті. Оны тамақтандырып, киіндіріп, тышқанның өміріне керек болатын қулықтар мен ұрлықтарға үйретіпті. Басқа тышқандар сымбатты да пысық тышқанның баласына сүйсіне қарапты. Тышқандардың тышқаны деп таң қалыпты бір тышқан. Иә, бәрімізді қорғайтын батыр тышқан өсіп келеді деп қостапты екінші тышқан. Қандай сымбатты сұлу, қандай ақылды, соншалықты қарапайым. Бұл тышқандардың тышқаны болайын деп тұр. Мысықтың мияулағанын бірінші естіп, бірінші тығылып қалатынын қайтерсің? Қалай жүгіреді десеңші. Кеше көзді ашып жұмғанша қапты тесіп, 3 тышқанға бір қысқа жететін бидай алып келді. Қалай жүгіреді десеңші. Кеше көзді ашып жұмғанша қапты тесіп, 3 тышқанға бір қысқа жететін бидай алып келді. Бізбен бірге орманға барғанда жаңғақ жинағанын көрсеңші. Шынын айтқанда, бәрімізден жылдам қимылдап көп жаңғақты қоймасына тасып алды. Ол батыл тышқан. Өткенде аулада тауық балапандарымен қыдырып жүрді. Тауық қып-қыттап балапандарын күзетіп жүр. Мысық та аузынан сілкейе ағып балапандарды қағып кетуді ойлап отыр. Біздің батыр тышқанымыз атылып барып көзді ашып жұмғанша бір балапанды бас салды да қоймасына кіргізіп алды. Тауық пен мысық не болғанын түсінбей де қалды. Деп тышқандар тышқанның баласын жарыса мақтап отырды. Тышқан анаға осындай сөздерді естіп өте ұнады. Тышқан үйленетін уақыт болды. Кез келген тышқан қыздарын қуана берер еді. Бірақ тышқан ана күнмен құда болғысы келді. Күннің қызын өзінің ініне алып келуді армандады. Оның ойынша дүниедегі ең күшті күн еді. Қыста күн жоқ кезде қатты суық болып жер дүниені мұз құрсайды. Өзендер мұздың астында қалады. Дүние тоқтап қалғандай болады. Көктемде күн шыққанда бәрі ұйқысынан оянып, ағаштардың жапырағы шығып, өзендердің мұзы еріп, сыңқылдап күліп, қуанышты жүгіреді. Дүние жаңарады. Тышқан ана күнге жол тартады. Оның қандай жолмен жүргенін, қанша уақыт жүргенін ешкім де білмейді. Бір уақытта тышқан ана күнге келеді. Уа, күндердің күні, алтын күн, сәлем бердік. Амансың ба, пысығайла кер тышқан? Қонағым бол. Келгеніңе қуаныштымын. Күнің қуанышқа толсын. Күндердің күні алтын күн. Мен шаруамен келдім. Ол қандай шаруа? Айта отыр. Алтын күн. Менің ақылды да сымбатты ұлым бар. Оны үйлендіретін уақыт болды. Менің тышқан аулымда бәрі қыздарым менің балама бергілері келеді. Бірақ мен күштілердің күштісінің қызын алып бергім келеді. Қызыңды менің балама бер, менің құрметті құдам бол деп сұрайды тышқан. Менің күшті екенім күшті ғой. Бірақ менен де күштілер бар ғой. Ол кім? Ол бұлт. Ол қалай болғаны деп таң қалады тышқан.
Бұлт менің бетімді бүркегенде, мен жер түгіл өзімнің балаларымды да көре алмай қаламын. Онда сау бол, сен маған құда болуға жарамайды екенсің. Сау бол, пысық тышқан, жолың болсын. Пысық тышқан қара бұлтқа келді де. Уа қара бұлт, сен мен құдаласқалы келдім. Сен қызыңды менің балама бер. Дүниедегі ең күшті екен деп күнмен құда болғым келіп еді. Күн қара бұлт күштірек дейді. Сенің арқаңда біз жер бетінде өмір сүріп жатырмыз. Сен болмасаң, сен жерге жаңбыр, қар жауғызбасаң, дүниедегі барлық тіршілік өліп қалған болар еді дейді. Мен сен ойлағанда жер жүзіндегі ең күшті емеспін. Мен күннен күштірек шығармын, бірақ менен де күштілері бар деп жауап берді қара бұлт. Ол кім? Менен күшті жел. Ол мені допша айналдырып, әрі-бері бір айдайды. Басымды тауға да, тасқа да ұрады. Шындықты айтқаның үшін саған көп рахмет. Бақытты бол. Жолың болсын. Тышқан желге келді. Сен қызыңды менің балама бер. Дүниеде сенен өткен күшті жоқ дейді ғой. Мен күнде болдым. Ол өзінен күшті қара бұлт деді. Қара бұлт сені өзінен де күшті деп отыр. Мен оны өзімде білетін едім. Күн шыжғырып тұрғанда сен бұлтты айдап алып келесің де жаңбыр жауып рақаттанып қаламыз. Күннің көзі көпке дейін көрінбей, жаңбыр жауып тұрып алса, сен қара бұлтты қуып тастап, күннің көзін жарқ еткізесің. Үлкен жел диірменнің қалақтарын шыр айналдырған сенің арқаңда адамдар да бидайдан ұн жасап жейді. Бұл наннан біз де жейміз. Сен бидайды қоқымнан ажыратуға да көмектесесің. Сен көңілді кезіңде теңіздерде үлкен кемелерді де алдыңа салып айдап отырып, керек жеріне алып барып тастайсың. Бірақ сен ашулансаң ормандардағы ғасыр бойы тұрған ағаштарды тамырмен қопарып, адамдардың үйлермен егіндерінің күлін көкке ұшыратасың. Сен менің мақтауымды келістірдің. Өзіңді өзің мақтама. Басқалар мақтасын деген ғой. Бірақ менен де күшті бар. Сенен күшті ол кім тағы? Өгіз. Өгіз дейсің бе? Иә, өгіз. Мен қанша ашуланып, долданып соқсам да, өгіз орнынан қозғалмай, шөбін мылжыңдап жеп тұра береді ғой. Ол менен гөрі сонадан қорқады. Тышқан өгізге барды. Өгіз белуарына дейін шөптің ортасында тұрып, өзінің қатпарлы тілімен көк майса шөпті жапырып жеп тұр екен. Үстіне қонған сонаны құйрығымен қағып қояды. Тышқан өгіздің жанына келіп: Мен сенімен құдаласқалы келдім. Қызыңды менің ұлыма бер. Мен сенімен құдаласқалы келдім. Қызыңды менің ұлыма бер. Өзіме дүниедегі ең күштіні құда еткелі іздеп жүрмін. Күнге бардым. Ол өзінен бұлттың күшті екенін, қара бұлт өзінен желдің күшті екенін, жел сенің өзінен күшті екенін айтты. Сен шынында да өте күштісің ғой. Адамдар сенің көмегіңмен жер жыртып, үй салып, ауыр нәрселерін тасый алады. Құдіретті өгіз көк майса шөптен басын көтеріп, өзінің мейірімді көздерімен сүзіле қарап: дейді. Сен мені ең күшті деп үлкен құрмет көрсетіп жатырсың. Бірақ мен ең күшті емеспін. Сен қайтелесесің. Онда сенен кім күшті? Соқа. Соқа жер жыртқанда мен сияқты 8 өгіз жегіліп, оны зорға тартамыз. Бірнеше күн өтпей-ақ біздің мойнымыз мойын тұрықтан қажалып, теріміз түсіп жатады. Мойнымызға қойдың майыны жақсы. Әйтпесе көкеміз көзімізге көрінеді. Ал соқаның ештеңесі кетпейді. Қайда жарқырай түседі. Онда сен маған құда болуға жарамайды екенсің деген шыққанда жолға шығады. Уа соқа, мен дүниедегі ең күштіні іздеп жүрмін. Сонымен құда болғым келеді. Күнге бардым. Ол өзінен бұлттың күшті екенін, қара бұлт өзінен желдің күшті екенін, жел өзінен өгіздің күшті екенін айтты. Өгіз өзінен сені күшті дейді. Сондықтан саған келіп тұрмын дейді тышқан соқаға келіп.
Соқа егіс басында жер жыртуға дайындалып отыр екен. Дихан оның мына жер ана жеріне май жағып, тетіктерін бұрап дайындап қойыпты. Әрине, мен күштімін. Мен қара жерді қар жарамын. Жердің астын үстіне шығарамын. Менің тұмсығым батпаған жер қалмады. Мен тау бөктерлері мен сай саланы да өзімнің тұмсығымен сүзіп шықтым. Менің арқамда астық егіліп, тоқшылық келеді. Сондықтан адамдар мені әнге қосып, мен туралы тақпақтар жасып, мақтайды. Мен олардың қамбаларын астыққа толтырып, тоқшылық алып келемін. Диірмен мен қоймалардың қасында жүрген өзіңде оның рахатын көресің. Бұның бәрі дұрыс қой. Әйтсе де, сенінде күшті бар ма екен? Онда сен мені мұқият тыңда. Менің көп сөзім жалықтырса да тыңда. Айта бер дейді тышқан. Мені сенің әңгімең жалықтырмайды. Олай болса, мен өзімнің күштілігімді және осал жағымды айтып берейін. Мен жақсыны да жаманын да көргенмін. Маған 8 өгіз жегіледі. Егіншілермен, айдаушылармен де бірге боламын. Олар әртүрлі, әрқайсысы әртүрлі қарайды маған. Қолынан іс келетіні мені дұрыс айдап, басымды дұрыс бұрып, жердің ойқы-шойқы жерлеріне келгенде, өгіздердің де, менің де күшім жетпейтін бір нәрсе бар. Ол тамыр. Мен ең күшті болсам, тамыр мені тоқтата алар ма еді? Дейді соқа. Тышқан қайтып келе жатып ойға қалды. Өзінің күші екеніңді басқалармен салыстырмасаң білмейді екенсің. Мен күшті деп жүрген күн бұлттан күшті емес екен. Бұлт желден, жел өгізден, өгіз соқадан, соқа тамырдан күшті емес екен. Ал тамырды мен бір дегенде кеміре салмаймын ба? Тышқан әрі қарай ең күштіні іздемей үйіне қайтып, өзінің тышқан әулетінен сұлу да мықты тышқанға құда түсіп, баласына алып беріпті. Осымен де ертегіміз аяқталды.